Жоңғар Алатау ұлттық парк аумағында жабайы алма гүлдеді. Жетісудың көктемдегі ғажап көрінісін тамашалауға 7000-дай адам жиналды. Биыл Сиверс алмасының гүлденуі фестивалі спорт және туризм министрлігінің күнтізбесіне енгізіліп, іс-шараның ауқымы кеңейіп, маңыздылығы да арта түскен дейді әріптесім Қуаныш Қанатұлы. Табиғаттың әсем көрінісін тамашалауға келгендер қатарында Қырғызстан, Қытай, Түркия, ақш азаматтары да бар. Олар жабайы алманың гүлденуі жапондардың сакурасынан еш кем емес деп фестивальдің деңгейіне жоғары баға берді. Тамсанып қана қоймай, алма атаулының нақты отаны Қазақстан екеніне, оның ішінде Жоңғар Алатауының бөктері екеніне көз жеткізіп қайтты. Экологиясы күшті болған елдің адамдарды мәдениетте күшті болады. Алма деген ағаш бізде елма деп айтылады. Кейде бізде ауылдарда алма да деп айтады. Эдеби дилде елмаға өзгерілген. Алма ағаш мына жер отаны. Қазақстан отаны, Қазақстанның ішінде де Талдықорған, Жетісу алманың отаны. Ол алманы түркі дүниясының ең мықты жемісі. Сиверс алмағашы жер бетіндегі барлық алманың генетикалық негізін құрайды. Мұны 18 ғасырда неміс биологы Иоганн Сиверс Орта Азияға сапарлап, зерттеп, жазбаларында қалдырды. Кейінірек әлем жемісті сол ғалымның атымен атап кетті. Және бұл тек тұжырым ғана болып қалмай, заман талабымен ғылыми тұрғыда нақтыланды. Ал қазір жабайы алманың жайқалып бір жаруы жаһанның назарын бірер сәт ұлттық парк аумағына бұрып, туристік әлеуетін арттыра түсуге септігін тигізіп отыр. Сондықтан парк қызметкерлері Сиверс алмасын қызғыштай қорғап қана қоймай, молайту жұмысын жолға қойған. 10 жылдан астам біз мына Сиверс алмасының көшетін тауға егіп жатырмыз. Жылына 30 гектарды игеріп отырмыз. Ол 30 гектарға где-то 60-65 мың көшет егіліп отыр. 300-ден астам гектарға биылға 500 мыңнан астам көшет егіп отырмыз. Фестиваль аясында мәдени шаралармен қатар спорттық ойындар, қолөнер көрмесі және ойын-сауық бағдарламалары ұйымдастырылды. Табиғат жанашырлары Қазақстандағы ең әсем табиғи құбылыстардың бірін тамашалап, тау бөктеріндегі таза ауада уақыт өткізуге мүмкіндік алды. Жалпы Жетісу өңірінде биыл дәл осындай деңгейде өтетін ауқымды жобалар өте көп. Жетісу облысы бойынша 24 якырлы іс-шаралар өтеді. Оның үшеуі республикалық деңгейде, қалғандары облыстық деңгейде, бірақ десе де қазір халықтың қызығушылығы, туристердің қызығушылығы көп артуда. Айдында Алакөлден келіп отырмын. Бұл жерде алғаш рет болуым өте керемет, және осы жерді туристік аймаққа айналдырса деген, біздің еліміз Жетісу өңірі барлық әлемге танымал болса деген үміттемін. Мен көрген кереметті барлық әлем көруі керек деп ойлаймын. Биыл табиғат ана да, ауа райы да алманың бүршік жаруына ықпалдасып, фестивальдің сәтті өтуіне үлес қосты дейді ұйымдастырушылар. Қуаныш Қанатұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.